Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін мясной пирог жасайтын боламыз. Дайындалу жолы өте оңай. Кешкі ауызашарға міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің арнама тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен өзімізге керекті заттарды майдалап турап аламыз. Мен сәбіз, картошка, пияз, куриный филемен жасаймын. Сіздер қалауларыңыз бойынша фаршты да қоссаңыздар болады. Дәміне қарай тұз, бұрыш, сұйық май, кристалликиді қосып, жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін тестамызды жасаймыз. Ол үшін бізге құрғақ ыдысымызға сметана, ерітілген сары май, жұмыртқа үшеуін қосып, жақсылап однородный масса болғанша араластырып аламыз. Толық рецепті қыздар видеоның астына қалдыратын боламын. Егер түсініксіз жері болса, комментарий бөліміне кіріп қалдырып кетсеңіздер, міндетті түрде жауап беретін боламыз. Ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Мен көрсеткен рецепт бойынша ұнды қосып қолдарыңызға жабысып жатса, плюс-минус 10-15 грамм қосып жіберсеңіздер болады. Осындай орташа тығыздықта жұмсақ қамыр болады бізде. Салафанға салып, холодильникқа салып қоямыз демалдыруға 15-20 минутқа. Тестамыз тынып өте әдемі болады. Бір бөлігін кішірек қып кесіп, біреусін үлкенірек қып кесемізді. Ұнды сеуіп жеріп, тестамызды жаятын боламыз. Қолымыздың көмегімен кішкене жұқартып жіберсек болады. Оқтаумен осылай жұқалап жайып аламыз. Пергамент қағазын төсеп, противенға салып, начинкамызды салатын боламыз. Қасықтың көмегімен барлық жеріне бірдей ғып салып, жұқалап салып аламыз. Келесі бетіне жабатын қамырымызды тоже жұқалап жайып аламыз. Алдын ала қызып тұрған пешімізге салатын боламыз. Пешкамызды осы жерде қыздырып қойыңыздар. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша түйсеңіздер болады. Мен осылай түйіп шықтым. Егер бұлай болмай жатса, барлық шетін жабыстырып түйіп шықсаңыздар болады. Дәмі өте ерекше болады. Отбасыларыңызға ұнайтынына сенімдімін. Ортасын осылай міндетті түрде кесіңіздер. Кеспесеңіздер, тестамыз көтеріліп кететін болады. Жұмыртқаны барлық шетіне толықтай жағып шығамыз. Әсемдік үшін күнжытты сеуіп шықсаңыздар болады. Мен ақ қара күнжытты пайдаландым. Немесе макты сепсеңіздер де болады. Қызып тұрған 180 градус пешімізде ровно 1 сағат пісіріп аламыз қыздар. Әркімнің пеші әртүрлі болғаннан кейін міндетті түрде қарап тұрыңыздар. Өздеріңіз көріп тұрғандай, міне мясной пирогымыз дайын, өте жұмсақ, тестасы песочный болып піседі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Отбасыларыңызға ұнайтынына сенімдімін. Небәрі 3-4 сағат қана қажет. Бүгінгі ауызашарға жасап көріңіздер. Сіздерге менен кешкі идея болсын. Достар, менің арнама тіркеліп, қазақша контенттің дамуына үлес қосып, тегін лайк, комментарийларыңызды аямаңыздар. Сіздер үшін өте көп қарапайым рецептермен бөлісетін боламын. Менің арнама тіркеліп, келесі рецепті жіберіп алмас үшін қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Менімен видеоны толықтай көргендеріңізге көп рахмет. Сіздермен болған мөлдір ас болсын.